Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тәтті, дәмді және жұмсақ болып пісетін жүгері әзірлейміз. Сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: 3 дана жүгері, 2 ас қасық шекер, 1 ас қасық тұз, бетіне жағуға сары май және де 3 литр қайнап тұрған су. Алдымен жүгеріні сыртындағы жапырақтарынан тазалаймыз. Бұл жүгері жапырақтарын тастамаймыз. Қазір жүгері пісіргенде бізге қажет болады. Жүгерлерін сиятындай кастрюль алып, түбіне жүгері жапырақтарын саламыз. Одан кейін жүгеріні саламыз. Бетіне шекерді себеміз. Үстіне қайнап тұрған суды құямыз. Қақпағын жауып, газда баяу отта 20 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін газдың астын өшіріп, қақпағы жабулы күйінде 20 минутқа қалдырамыз. Одан кейін тарелкеге түсіріп, үстіне тұз сеуіп, бетіне сары май жағамыз. Мінекей біздің тәтті жүгеріміз дайын болды. Жұпар иісі бөлмені алып кетті. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Ас болсын. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.